үй жағдайында өкпені қалай тазалауға болады? Қаншалықты жиі тазалап тұру керек? Немесе жалпы өкпеміз тазалауды талап ете ме? Бұл сұрақтарға пульмонолог дәрігер нақты жауап берді. Өкпені механически бүйтіп тазалаудың қажеті жоқ. Бір дәрілерше тазалаудың қажеті жоқ. Сіз өкпенің жұмысына мешать етпеңіз, соған қайта қолайлы жағдай туғызыңыз, таза ауаға барыңыз, өлең айтыңыз, спортпен шұғылданыңыз, өкпе өзін тазалап алады. Дәріхана сөрелерінде өкпе тазалаушы препараттардан көз сүрінеді. Ал олардың қаншалықты нәтиже көрсететіні белгісіз дейді мамандар. Қалай дегенмен өз бетіңізбен өкпемді тазалаймын деп өкінішті жағдайға ұрынбас үшін дәрігер көмегіне жүгінген жөн. Сап-сары іңді қақырық шығып жатса тоқтамай, немесе қанды қақырық, немесе жаңағы жап-жасыл қақырықтар қайта-қайта түсіп жатса, әрине өзі дәрігердің кеңесін алған дұрыс. Қалыпты жағдайда адамнан қақырып шығып тұру керек. Таза ауаға шығып өлең айтыңыз деді дәрігер. Ән шырқаудың тыныс алу жүйесіне тигізер пайдасы көп екен. Сонымен қатар бұл процесс бүкіл ағзаны оттегімен қанықтырып, көңіл күйдің көтерілуіне септігін тигізетін көрінеді. Өкпе деген бұл бұлшық емес. Бұл жаңағы тін, эластикалық тін. Адам демалған кезде өкпенің өзімен ауа жұтпайды. Мына кеудеменен ішті бөліп тұратын жаңағы диафрагма дейтін бұлшық ет болады. Жаңағы мал сойғанда көреміз. Сол диафрагма төмен түскен кезде вакуум сияқты ауаны ішке сорады. Көтерілген кезде демді шығарады. Ән айтқаннан басқа өкпенің қалыпты жұмыс істеуі үшін зиянды әдеттерден бас тартқан дұрыс. Дұрыс тамақтану мен белсенді өмір салтын ұстану арқылы өкпеңізге орасан қамқорлық жасай аласыз.